Қытай үкіметі 2029 жылға дейін бөлшек сауданы жаңғырту бойынша бірқатар шаралар қабылдауды жоспарлап отыр. Жарияланған құжатқа сәйкес 5 жылдың ішінде елде заманауи бөлшек сауда жүйесі қалыптасады. Жүйе кеңейтілген жеткізу тізбегі, жоғары сапалы қызметтер және ақылды, ыңғайлы экологиялық шешімдерді қамтиды. Бұл мақсатта үлкен дүкендер, сауда орталықтары мен супермаркеттер қайта жаңартылып модернизацияланады. Негізгі мақсат тауар айналымын жетілдіру, тұтынуды арттыру және қызмет көрсету саласын әртараптандыруды жеделдету. Сонымен қатар, әр жыл сайын әртүрлі қалаларда бөлшек сауда нысандарын жаңғырту бойынша жаңа жобалар жүзеге асырылатын болады. Қаржы ұйымдары мен қоғамдық орындар мемлекет тарапынан қолдау тауып, сауда объектілерін қайта құрылымдау мен арзан несие беру арқылы қолдау шаралары көрсетіледі. Құжатта үлкен дүкендер, сауда орталықтары және фермерлік базарларға жылжымайтын мүлік инвестициялық қорларын құру ұсынылған. Ағымдағы жылдың қараша айында Қытайдағы тұтыну нарығы тұрақты өсуін сақтап, тұтыну тауарларының бөлшек сауда көлемі 44 триллион 270 миллиард юаньға жетті. Бұл туралы Қытайдың сауда министрлігі хабарлады. Айта кетейін, ең үлкен өсім автокөлік пен жиһаз сатылымында тіркелді. Нақтырақ айтсам, қараша айында автокөлік сатылымы 6,6%-ға, жиһаз сатылымы 10,5%-ға артты. Сонымен қатар қызмет көрсету саласында және онлайн саудада да жоғары өсім байқалған. Қытайдың қаржылай емес тікелей шетелдік инвестициялары 11,2%-ға артып, 128 миллиард долларды құрады. Бұл мәліметтер 2024 жылдың қаңтарынан қарашасына дейінгі есептік кезеңге қатысты. Мысалы, белдеу және жол бастамасы аясындағы елдерге салынған инвестициялар 30 миллиард доллардан асып 5%-ға өсті. Сондай-ақ шетелде жүзеге асырылған мердігерлік жобалардың көлемі 140 миллиард долларды құрап, 3%-дан астам өсім байқалды. Ал жаңа келісім шарттардың құны 12%-ға артып, 199 миллиард долларды құрады. Белдеу және жол бастамасына мүше елдердегі мердігерлік келісімдер 116 миллиард долларды құрап, өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есе өсті. Айта кетейін, бұл деректерді Қытайдың сауда министрлігінің өкілдері таратты. 2024 жылы Қытайда әлеуметтік логистика саласы тұрақты өсуін сақтап, оның көлемі 49,5 триллион долларды, немесе 360 триллион юаньды құрады. Бұл туралы Қытайдың логистика және сатып алу федерациясы хабарлады. Салада ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, импорт, қызмет көрсету және тұтыну тауарлар секілді бағыттар айтарлықтай тұрақтылық көрсетіп отыр. Ұлттық деңгейде жабдықтарды жаңарту саясатының арқасында көмір өндіру, мұнай химиясы, электроэнергетика және тұрмыстық техника мен ақылды құрылғылар сияқты тұтынушылық секторларда іскерлік белсенділік артты. Бұл өз кезегінде логистика саласында да өсімді қамтамасыз етті. Сонымен қатар экологиялық таза логистика салалары, мысалы қалдықтарды қайта өңдеу жылдам қарқынмен дамып келеді. Айта кетейін, Қытай логистика саласында 50 миллионнан астам жұмыс істейді. Сонымен қатар мамандар дәл осы саланы стандарттау бойынша жұмыстарды қарқынды жүргізуде. Шанхай халықаралық порты 14 жыл қатарынан контейнер тасымалында әлемде көшбасшы болып келеді. Биыл порт жаңа әлемдік рекорд орнатып, жылдық контейнер айналымы 50 миллион стандартты контейнерден асты. Бұл көрсеткіш порттың бұрынғы жетістіктерінен асып түсіп, әлемдегі ең ірі контейнер порты мәртебесін сақтап қалуына мүмкіндік берді. Шанхай порты соңғы 30 жылда жүк тасымалын 50 есе арттырды. Сарапшылар бұл нәтижеге контейнерлік тасымалдардың артуы және ауыр жүк экспортының ұлғаюымен портқа тоқтаған кемелер арасында жүк ауыстыру көлемінің өсуімен байланысты деп санайды. Қазіргі таңда Шанхай порты 350 халықаралық теңіз бағытын ұсынады. Бұл бағыттар әлемнің 200-ден астам елімен аймағын байланыстырады. Дәл осы көрсеткіш Шанхайдың халықаралық сауда мен теңіз тасымалының орталығы ретіндегі рөлін маңызды ете түседі. Сонымен қатар, Шанхай халықаралық теңіз тасымалының жалпы қуаттылығы бойынша 3-ші орынға шықты. Бұл рейтинг Қытайдың Синьхуа ақпараттық агенттігі мен Балтық биржасы бірлесе әзірлеген зерттеулерге негізделген. Биылғы жылдың басында теңіз тасымалымен айналысатын әртүрлі жетекші компаниялармен стратегиялық ынтымақтастық туралы келісім шарт жасастық. Енді сол ынтымақтастықтың және серіктестіктің арқасында Шанхай портына халықаралық транзиттік жүк тасымалдарын көптеп тартуға мүмкіндік алдық. Жалпы биылғы көрсеткішіміз өте жақсы десе болады.
Қытайдағы әуе тасымалдар нарығы биылғы жылдың соңында 23 миллиард долларды құрайды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда шамамен 25%-ға көп. Мұндай деректерді Airbus компаниясы әзірлеген әлемдік әуе тасымалдар нарығының алдағы 20 жылға арналған даму болжамында келтірді. Сарапшылардың айтуынша 2024 жылы Қытайдағы жолаушылар тасымалының көлемі 700 миллион адамнан асады. Бұл тарихи рекорд болар сөзсіз. Сонымен қатар болжам бойынша 2043 жылға қарай Қытайдағы әуе қызметтері нарығының жалпы капитализациясы 3 есе артып, әлемдегі ең ірі нарыққа айналуы тиіс. Бұл өсім Қытай экономикасының дамуымен және халықтың әуе тасымалына деген сұранысының артуымен байланысты. Бүгінде Қытай нарығы әлемдік сұраныстың 50%-ын қамтамасыз етеді. Алдағы 20 жылда Қытайдың әуе паркі 9500 бірліктен шамамен 11120 бірлікке дейін ұлғаяды деп күтілуде. Бұл өсім нарықтың айтарлықтай кеңеюіне ықпал етеді. Осы саладағы сарапшылардың болжамына сәйкес 2043 жылға қарай әуе қызметтері нарығының көлемі 61 миллиард долларды құрап, әр жыл сайын 5%-ға өсіп тұрады. Осылайша Қытай әлемдегі ең ірі авиациялық қызметтер нарығында көшбасшыға айналуға аз қалды. Қытайда толығымен шетелдік инвестицияларға салынған алғашқы медициналық мекеме қызмет көрсетуге берілетін арнайы лицензия алды. Бұл көп салалы 3-ші деңгейлі аурухана Тяньцзин қаласында, Қытайдың солтүстік бөлігінде орналасқан. Аталған мекеме сингапурлық компанияның меншігі болмақ. Аурухана Бейжің мен Хэбэй провинциясында қамтып, осы өңірлердегі науқастарға қызмет көрсетуге бағытталған. Жаңа ауруханада көптеген мамандандырылған бөлімдер ашылады. Оның ішінде ортопедия, травматология, кардиология және онкология бөлімдері бар. Бұл медициналық мекеме Қытайдағы денсаулық сақтау саласын дамытуға үлкен үлес қосып, шетелдік инвесторлар тарапынан қаржыландырылған алғашқы жобалардың бірі ретінде ерекшеленеді. Аурухана басшылығы заманауи медициналық технологиялар мен жоғары білікті мамандарды тартуды жоспарлап отыр. Бұл оның қызмет көрсету сапасын арттырып, аймақтық денсаулық сақтау жүйесіне оң әсерін тигізері сөзсіз. Қытайда шетелдік инвесторларға медициналық ұйымдар ашуға құқық беретін ереже былтырғы жылдың қараша айында таныстырылды. Онда шетелдік инвесторлар Қытайдың 9 қаласы мен өңірінде медициналық мекемелер ашылатыны көрсетілген. Сарапшылар бұл қадамды Қытайдың қызмет көрсету секторын әлемге ашу бағытындағы маңызды қадам ретінде бағалап отыр. Жаңа саясат көп деңгейлі медициналық қызмет көрсету жүйесін қалыптастыруға және денсаулық сақтау саласындағы сау әрі әділ бәсекелестікті дамытуға ықпал ететін болады дейді. Біз Қытай үкіметінің ашықтық саясатын жоғары бағалаймыз. Ол шетелдіктерге Қытайда ауруханаларды 100%-ға толық меншіктеу мүмкіндігін береді. Менің ойымша бұл шетелдік инвестицияларды көптеп тартуға және Қытай нарығына деген сенімді арттыруға ықпал етеді. Әсіресе денсаулық сақтау саласында. Біз алғашқылардың бірі болып осы мүмкіндікті пайдаланып отырғанымызға қуаныштымыз. Біз заманауи медициналық жабдықтарды әкеліп, халықаралық стандарттарға сай медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар жергілікті ауруханалармен және дәрігерлермен бірлескен жұмысымыз Қытайдағы медициналық қызмет көрсету деңгейін арттыруға көмектеседі деп үміттенеміз. Біз Қытайдағы тұрғындарға, сондай-ақ осы елде тұратын шетелдік азаматтарға көбірек пайда әкелуді қалаймыз. Қытайдың медиа корпорациясы 2024 жылы елдегі ауылдық аймақтарды дамыту саласындағы 10 басты жаңалықты жариялады. Сонымен қатар заң шығарушы қызметке арналған бөлек тізім де жасалды. Олардың ішінде қалалар мен ауылдардың даму интеграциясы бойынша бастамалар, Қытай коммунистік партиясы 20-шы съезінің 3-ші пленарлық отырысында қабылданған шешімдер, ауылды дамытуға арналған орталық конференцияның қабылдаған қаулылары, сондай-ақ ауылдық аймақтарды дамытудағы табысты модельдерді ұлттық деңгейде кеңінен енгізу туралы шешімдері бар. Бұдан бөлек Қытай Халық Республикасы төрағасының барлық қытайлық жабдықтау және сауда кооперативтері федерациясының 70 жылдығын атап өту шарасына қатысуы туралы жазылған. Ал қалған бөлігінде нақты жетістіктер келтірілген. Мысалы, Қытайда астық өндіру биыл тарихи рекорд орнатып 700 миллион тоннадан асты. Сонымен қатар, ауыл шаруашылық жерлерін сақтап қалу бойынша атқарылған жұмыстар нәтижесінде Қытайда 3-ші жыл қатарынан егістік жерлерінің алаңы ұлғайып отыр. Бұдан бөлек, Қытай Такламакан шөлінің бойы мен ұзындығы 3000 шақырым болатын жасыл желек құрылысының жұмысын аяқтады. Бұл құрғақшылықпен күрестегі маңызды жетістік болып саналады. Сондай-ақ 2024 жылы Қытайда ауыл шаруашылық дақылдары, үй жануарлары мен су ресурстарының эмбриондық плазмасын зерттеудің ең үлкен жұмыстары жүргізілді. Бұл зерттеу олардың генетикалық құрамына қатысты маңызды мәліметтер жинауға мүмкіндік берді. Қытайдың азаматтық басқару министрлігі елдегі ауылдық жерлерде қарттар күтімі қызметін дамыту бойынша алғашқы ұлттық бағдарламасын жариялады. Бұған қоса Қытайдың орталық және батыс аймақтарында 330 мың көп функционалды логистикалық орталық құрылды.
Астанадағы Конфуций институтында жарқын ұлы жібек жолы 4-ші халықаралық байқауының марапаттау рәсімі мен жаңа жылдық концерт өтті. Ауқымды халықаралық іс-шараны Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшілігі және Еуразия ұлттық университеті жанындағы Конфуций институты ұйымдастырды. Биылғы байқауға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Польша және Швеция сияқты шетелдің студенттері қатысты. Желтоқсанның 13-і, 14 күндер өткен іріктеу кезеңі мен ақтық сында 234 қатысушының ішінен 17 қазақстандық жеңімпаз атанды. Байқауда ерекше көзге түсіп, жоғары нәтижеге жеткен оқушыларға бағалы сыйлықтар беріліп, грамоталармен марапатталды. В этом году мы открыли 20 групп разного уровня. Биыл біз әртүрлі деңгейдегі 20 топ аштық. Ондағы оқушыларымыз өте керемет баға алды. Олар үлкен жетістікке жетті. Оқушылардың 95% өте жақсы оқиды. Ал олардың ішіндегі 97% халықаралық HSK стандарты бойынша емтиханды сәтті тапсырды. Барлық оқушыларымыз өте талантты. Ал концерт кезінде дәстүр бойынша сахнаға Қытайдың басты рәміздері Айдаһар мен Арыстандар бимен шықты. Студенттер ойын-сауық бағдарламасын дайындап, өз өнерлерін ортаға салды. Оқушылар барлық қатысушыларға Қытай тілі мен көрші халықтың мәдениетін үйренудегі жетістіктерін паш етті. Іс-шараның ресми бөлімі аяқталғаннан кейін институт оқытушылары тәлімгерлерге Қытай шахматы мен дойбысы, каллиграфия мен сурет, әндер, билер және басқа да өнерлерді қамтитын қызықты конкурстар мен ойындар өткізді. Кеш соңында студенттерге ойын-сауыққа белсенді қатысқан үшін арнайы сыйлықтар берілді. Қытай астанасы Бейжің қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымының балаларға арналған алғашқы жаңа жылдық концерті өтті. Мерекелік іс-шара Сунь Яцен атындағы концерт залында ұйымдастырылды. Бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғаннан бері өткізілген осындай бірінші шара болды. Концертке Қытай, Ресей және Қазақстаннан жас әншілер, оркестрлік музыка шеберлері және ұлттық аспаптарда ойнайтын өнерлі балалар қатысты. Сондай-ақ әр елдің ұлттық биін билейтін бишілер де өнер көрсетті. Ұйымдастырушылардың мақсаты жастар арасында мәдени байланысты дамыту, оларды өзара түсіністік пен достыққа шақыру. Концерт Шанхай ынтымақтастық ұйымының мәдени ынтымақтастықты нығайту бағытындағы бастамаларының бір бөлігі ретінде өткізіліп, жас ұрпақтарға бір-бірінің мәдениетін сыйлауды, құрметтеуді үйретуді көздейді. Мы подготовили русский народный танец. Біз орыс халық биін дайындадық. Бұл биді орындауға 1 ай бойы дайындалдық. Аптасына 3 жаттығу болды. Мен орыс биінің әдемілігін және орыс костюмының сұлулығын көрсеткім келді. Мен осы шараға қатысқаныма қуаныштымын. Өйткені мен басқа халықтар мен елдердің мәдениетін көбірек білдім. Мен осы шарадағы алғашқы биден бастап соңғы оркестрлік шығармаға дейін көз алмай қарадым. Өте керемет әсер алдым. Барлық қатысушылар өте талантты. Барлығы бір отбасындағы балалардай тату-тәтті болды. Балалар біздің болашағымыз және олардың арасындағы қарым-қатынастарды нығайту, елдер арасындағы келісімге негіз қалайды. Бұл концертті біз алғаш рет өткізіп отырмыз. Болашақта бұл шара дәстүрге айналып, осындай іс-шаралардың саны арта түсетініне сенімдіміз.